Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы қамырдан және де шұжықтан розалар жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен шұжығымызды алып, дөңгелекше етіп, өте жұқалап кесіп алыңыздар. Қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Шұжығымызды ортасынан бөліп, ұшы шығып тұратындай етіп, қамырымызды кесеміз. Осы кесілген қамырмен барлық қамырларыңызды кесіп алыңыздар. Қамырларымызды кесіп алғаннан кейін шұжықтарымызды бір жақ бетіне орналастырып шығып, қамырдың астыңғы бөлігімен жақсылап бекітіп ораймыз. Орап алғаннан кейін табамызға орналастырып, бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. 200 градуста 25 минутта пісіп шығады. Ас болсын.